Сәлем достар, мен сіздерге бүгінгі видеода инвестициялауды неден бастау керектігін рет-ретімен айтып беретін боламын. Бәлкім, сіз бұрыннан бері ақша жинауды бастаған боларсыз, және де сол жинаған ақшаңызды бір жерге инвестициялау керектігін ойлаған да шығарсыз. Я, егер сіз 10 жыл бұрын Тесланың, Netflix'тің, Amazon'ның акциясын сатып алған болсаңыз, қазір кезде қалай бай болып кетер едіңіз дегенді көп естіген боларсыздар. Алайда, көпшілікке инвестициялау бір құпия, қиын зат сияқты көрінеді. Кейбіреулер тіпті Тесланың сайтына кіріп, акция сатып аламыз ба деп те ойлайды. Кейбіреулер инвестициялаудың тәуекелі өте жоғары, ақшам күйіп кетеді деп те ойлайды. Сол себепті мен сіздерге бүгін инвестициялаудағы 10 алғашқы қадам жайлы айтқым келіп отыр. Я, бірінші инвестициялауды қоя тұрып, өзіңізге мына сұрақты қойыңызшы. Уақыт өте келе, менің ақшама не болады? Я, сіз экономист болсаңыз, бірден дұрыс жауап айтуыңыз мүмкін. Яғни, ақшаңыз уақыт өте келе өз құнын жоғалтады. Бұның бәрі инфляциямен байланысты. Мысалы, интернеттегі ақпарат көздеріне сүйенетін болсақ, Қазақстанда 2021 жылы инфляция 8,4%-ді құрады деп мәлімдейді. Бұл дегеніміз, қарапайым тілмен айтсақ, былтырғы жылы тауар бағасы шамамен 8,4%-ға қымбаттады дегенді білдіреді. Мысалы, сіздің 10 жыл бұрын 10 мың теңгеңіз болды делік. Жыл сайынғы инфляцияны ескерсек, қазіргі сіздің ол ақшаңыз түкке де тұрмайды. Ақшаңыз құнын жоғалтты. Сонымен 10 жыл бойы ақшаңызды жастықтың астына тығып жинаған болсаңыз, сіз тіптен ақша жинап жатқан жоқсыз. Керісінше, сіздің ақшаңыз уақыт өте құнсыздануда. Ал бұл жақсы емес. Тіпті сіз депозиттік шот ашып, ақшаңызды сонда жинақтағанның өзінде сіздің ақшаңыз жиналды деудің өзі екі талай. Мысалы, былтырғы жылы Қазақстанда пайыздық үстемені ұлттық банк 9,5% етіп бекіткен. Яғни, банкте сақтаған ақшаңыз 9,5%-ға өсті дегенмен, одан инфляцияны азайтсақ, шамамен өсім бар болғаны 1%-ды құрайды. Әрине, инфляция жайлы ақпарат рас болса. Сөйтіп, сіздің 10 мың теңгеңіз бір жылда 100 теңгеге ғана өсуі мүмкін. Жақсы, енді екінші қадамға көшейік. Енді осы ақшамыздың құнсыздануын біз қалай тоқтата аламыз? Бұл жаңа ғана айтып кеткендей, құнсызданудан ақшамызды сақтағымыз келсе, тым болмағанда депозит ашып, ақшамызды сонда сақтағанымыз жөн. Бұл сіздің ақшаңызды көбейтпейді әрине, бірақ тым болмағанда құнсызданудан сақтайды. Немесе кейбір эксперттер ақшаны алтында да сақтаған жөн деп те ойлайды. Негізі біз ақшамызды сақтап емес, көбейтіп алғымыз келеді. Сонымен үшінші қадам, қалай ақшаны көбейтеміз деген сұрақпен байланысты. Осы сұрақтың жауабы инвестициялаумен байланысты. Жалпы, инвестициялау дегеніміз, бұл өзіміздің капиталымызды, яғни ақшамызды пайда табу мақсатында қандай да бір компания, бағалы қағазға, жобаларға, жылжымайтын мүлікке құю. Осылардың ішінде бастапқыда ақшаны көп талап етпейтін инвестициялаудың бір түрі бұл акцияларға инвестициялау. Ал келесі қадамда осы акцияның не екендігімен байланыстырайық. Қарапайым тілмен айтқанда, сіз акцияны сатып ала отырып, сіз сол компанияның егерлерінің бірі боласыз. Акциядан табыс табудың екі жолы бар. Біріншісі дивиденд, ал екіншісі компания өскен сайын сіздің акцияңыздың құны да өседі, яғни ақшаңыз көбейеді. Жаңағы айтып өткендей, егер Tesla компаниясының акциясын 2010 жылы шамамен $16 тұрған кезде сатып алсаңыз, қазіргі кезде олардың құны $800 жетеді. Акция туралы толығырақ тағы білгіңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтуіңізді сұраймын. Ендігі 5-ші қадам, қалай акцияны сатып аламыз деген сұрақпен байланысты. Я, бұл жерде сіз компанияның өзіне барып, акцияны сатып ала алмайсыз. Сізге бұл жерде сіз бен компанияны байланыстыратын брокер керек. Сіз өз брокеріңізге хабарласып, қанша және қандай акция алғыңыз келетіндігін айтасыз. Қазіргі таңда бәрі тіпті оңай.
арнайы брокерлік қолданбаға кіріп, онлайн ала берсеңіз де болады. Енді 6-шы қадам. Бұл біздің қандай акция алу керектігімізбен байланысты. Алғашқы инвестициялауды бастағандағы адам үшін бұл қиын сұрақ. Тарихқа үңілсек, кейбір жағдайда компаниялардың акциялары өскеннің орнына құлдырап кеткендігін көруге болады. Біз соңғы жылдары Apple компаниясы жақсы өсіп келеді деп, сол компаниясының акциясын ала салу өте қауіпті. Бұл жерде сіздерге индекстік қорлар немесе ETF өте тиімді болып табылады. 7-ші қадамда индекстік қорды немесе ETF-тің не екендігін біліп алайық. Бұл үшін де арнайы видео бар. Соны көріп толығырақ ақпарат алсаңыз болады. Яғни, индекстік қорды немесе ETF-ті сатып ала отырып, сіз бір ғана компанияның акциясын емес, жекелей бір секторды, жекелей бір компаниялар тобын сатып аласыз. Бұл дегеніміз, осы секторда немесе компания арасында барлық компанияның бірден құлдырап кетуі мүмкін еместігін, яғни біреуі құлап жатса, екінші компанияның өсуінің арқасында сіздің ақшаңыз өсуін жалғастырады. Әдетте, осындай қорлар арнайы менеджерлермен құрастырылады. Сол себепті олар өте жақсы жинақталған және олардың тәуекелділігі төмен болады. Жақсы. Енді сіз инвестициялауды қолға алғыңыз келген болса, қашан бастауым керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Баста айтатын зат бұл жерде, сіз кез келген уақытта инвестициялауды бастай аласыз. Сіз мейлі 18-де болыңыз, мейлі 50-де болыңыз. Ертерек бастағаныңыз өзіңізге жақсы. Алайда, ең біріншіден, сіздің бастамас бұрын ешқандай қарыздарыңыз болмағаны жөн. Несиеңіз бар болса, сол несиені жауып барып инвестициялауды бастаңыз. Және де, сіздің кемінде жарты жылға дейін жететін күнделікті қажеттілікке арналған ақшаңыз болуы керек. Егер бір жағдай болып, жұмысыңызды жоғалтсаңыз, немесе емделуге ақша керек болып қалып жатса, өз инвестицияларыңыздан алғаннан көрі жеке ақшаңыз болғаны абзал. Және, егер сіз таяу жылдары бір мүлік, яғни машина немесе үй алуды болжамдасаңыз, ол ақшаңызды бағалы қағаздарға инвестицияламаңыз. Нарықта күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Инвестициялау тек 10-20 жылға болжануы керек. Сіз инвесторсыз, спекулянт емессіз. Ал ұзақ уақыт аралығында бағалы қағаздар міндетті түрде өседі. Ендігі қадамда қандай суммадан бастап инвестициялауды бастауым керек деген сұраққа жауап берейік. Бұл сұрақтың жауабы әбден оңай. Кез келген суммадан бастасаңыз болады. Қазақстанның акцияларын 500 мың теңгеден бастап алуға болады. Ал шетелдік компаниялардың акцияларын 5-6 долларға да алуға болады. Ендігі кезекте қадам жасау сіздің қолыңызда. Ақшаңызды жинақтап, брокерлік шот ашып, инвестициялауды бастаңыз. Сізге айтылған кеңестер пайдалы болды деп үміттенемін. Видеоға лайк басып, каналға жазуларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.